қайда барып байыз табатындарын өздері де білмейді. Құдайдың салғанын көрерміз деген оймен жүріп келеді. Қазақ халқының тарихындағы 1931-1933 жылдардағы ашаршылық бүкіл адамзат тарихындағы ең зұлмат, жан түршіктіріп, нәубет, мәңгі ұмытылмас оқиға болды. Қаралып жүреміз, қаралып, бер қарай. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыруда Қаралып. сол саясатқа мүлдем қарсы әрекеттерге барып, кеңестік Қаралып жүреміз. Ана арбаны бер қарай. Құқық, өзіндік шаруашылық ерекшеліктері аяқ асты ету нәтижесінде тұтастай ұлтты қолдан жасаған геноцид пен демографиялық детерминизмге алып келген қылмыстың ең ауыр түрінің қайғылы нәтижесі. 1931-1933 жылдары елімізде болған ашаршылықтың кесірінен ұлтымыздың саны едәуір азайды. Отарлық қанау саясаты мен тәркілеу ұйымдастырудағы қателіктер салдарынан ата-бабамыз бір үзім нандан сан қайтыс болып жатты. Ұлтымыздың басына түскен бұл қасірет талайды жалмады. 1930 жылдары Қазақстанның ауылды жерлерінде 5.873.000 адам өмір сүрген болса, 1933 жылы тірі қалған ауыл тұрғындарының саны 2.493.000 адамды құраған. Жаппай ашаршылық пен соның салдарынан өршіген түрлі аурулардан 2.580.000 қатарда қазақстандық қаза болды. 800.000 қазақ шетелге өтеді.